Саламатсыздар ма? Менің есімім Сапарбаева Салтанат Жорабекқызы. Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты Ерке Айсезім Бөбекжай балабақшасында тәрбиеші қызметін атқарамын. 17 жылдық педагогикалық өтілімі бар жоғарғы санатты ұстазбын. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының ұйымдастырып отырған педагогикалық идеялар платформасы республикалық байқауында аймақтық кезеңде мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілері мен басқа да педагог қызметкерлері аталымында жүлделі бірінші орын иегері атанып, дипломмен марапатталып отырмын. Ұсынған жобамның тақырыбы инновациялық идеяларды қолдану арқылы балалардың даму құзыреттілігін арттыру. Мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысын жандандыруда инновациялық технологиялар мен әдістердің маңызы өте жоғары. Баланың жеке тұлға болып қалыптасуы жолында ұсынылатын барлық тапсырмалар тек қана ойын түрінде жүргізілгені абзал. Дамытушы ойын орталықтары арқылы балалардың ойлау қабілетін арттырып, қызығушылығын оятып отырамыз. Қолданатын әдістеріміздің атауы STEM технологиясы, сақиналары, геометрик дамытушы тақтайшалары, интеллектум ойындары, математикалық даму ойындары, блокбадес, эквалабрио, электронды викторина құрылғылары, шығармашылық қиялын дамыту мақсатында шыныдан жасалған мольбертті де қолданысқа енгізіп, балаларымыз соның арқасында көптеген жетістіктерге жетіп, ойлары дамып, қиялдары ұшқырланып, көптеген сайыстарға қатысып, жүлделі орындардан көрініп келеді. Ал осы ұйымдастырылып отқан байқауда ең алдымен өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығынан ұжымына, соның ішінде бізге жетекшілік жасалған Алма Адилаевнаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай байқаулардың көптеп ұйымдастырғанына біз тек қана қуанамыз. Жас мамандарға үлгі ретінде әдіс алмасып, осылай болашақ балаларымыздың жарқын болашағы үшін бірге ат салысып еңбек ете білейік.